Бәріңізге достар, сіздермен бірге мен Аян достар қаларыңға ойындар жасап. В общем, дейтін достар, бүгін біздерде бағанағы ойналған Predix серверіне қалай кіруге болатынын үйрететін боламын. Ал ендеше достар, видеоны бастайық. Достар, егерде сіздерде Wi-Fi жоқ, тек мегабайт қана бар болатын болса, онда мына жақтағы настройка деген затқа кіреміз. Сосын осы жақтан профильге кіріп, біздерде настройка өшіп тұратын болады. Осыларды бүйтіп қосып қоямыз, достар. Болды, все, енді любой серверге кіре беруге болады мегабайтпен. Ал енді аяқта достар, міне осылай жазатын болады, достар. Қарап жазып алсаңыздар болады. Имя сервераға любой зат жаза бересіздер, достар, негізі. Енді сохранитті басып шығамыз. Енді қайтаран соған кіреміз. Мен жаңа Predix серверінің атын кысы деп қойған болатынмын. Достар, егерде Dealing серверге кіретін болса, бізде доспа деген клан ашылатын болады. Сондықтан да, достар, Dealing-ті күтіңіздер, достар. Осылайынан осыларға кіреміз Bedwars'қа ойнау үшін. Өйстіп загрузка болып жатыр. Болды, все, енді наяққа мен кірген болғандықтан маған не істеу керек? Бізге ағылшын әріп керек. Сосын оның порттысынес неге 87-71 746 ВВ деп жазуларыңыз керек. Себебі сіздер осы неге кірген кезде қозғаламай тұрсыздар, сонда осы парольді жазсаңыздар болады, достар. Енді өйстіп кіріп келесіздер да, любой неге өйстіп көресіздер. Сосын осы жердегі адам таңдайсыздар, болды, все. Енді өйстіп ойна бересіздер. Мына жұлдыз шаны бассаңыздар, өздеріңіз болғыларыңыз келген өнді таңдайсыздар, достар. Ал мынаны басатын болсаңыздар, әрине шығасыздар, достар. Достар, осындай сервер өте қызықты сервер. Бізбен ойнағыларыңыз келсе, әдеттегідей аттарыңыздың артына 0001 деп жалғап алып кірсеңіздер болады, қазақ атпен. Және де аттарыңыздың артына 30, сосын 1 жалғап алып кірсеңіздер, біз өзіміздің подписчиктеріміз келген білеміз. Сондықтан да, достар, бізбен ойнағыларыңыз келсе, кіріңіздер. Ал енді, достар, осымен видеоны аяқтайық, сау болыңыздар.